Өзіңді сүю деген не? Осы тақырыпқа сөйлесетін боламыз бүгін. Жалпы өзіңді сүю, телаңды қабылдау. Кейбір адамдар болады ғой, өзінің теласын қабылдай алмайды. Мен ана жерім дұрыс емес, мына жерім дұрыс емес деп кешін өзінің бетін жөндей береді, косметикалар ала береді, ана жерім әжім, мына жерім мынандай, мына жерім толықпын деген сияқты көбінесе енді адамдар, әсіресе әйелдер көбінесе бетімен алысады, бетімен алысады, денесімен алысады. Алла берген осы денені қабылдай алмайды. Кейбір адамдар даже операция жасап жатады, осы денесін қабылдамаған кесірінен. Бірақ өзіңді сүю тек қана осы денені қабылдамау ғана емес. Өзіңді сүю деген ол өзіңді басқа адамдармен салыстырмау. Қазіргі таңда көп адамдар жаңағыда әлеуметтік желіде отырып алып, елдің бәрінің жетістіктерін қарап, біреу машина алғанын, біреу үй алғанын қарап, біреу тағы да жетістікке жеткен, біреу көп миллиондаған ақша тауып жатқанын қарап, өздерін салыстырады. Сөйтіп өздерін жек көріп кететіні бар. Өйткені өздерін салыстырғанда былай салыстырады: мына әйел, мына кісі, мына блогер, например, өте кереметке жетістікке жетіп жатыр, ал мен болсам түк істемей жатырмын дейді. Мысалға, ол декретте отырған әйел болуы мүмкін да. Мысалы, менің басымнан да болып өтті. Жаңағыдай былай ғой, көресің, сен как будто түк істемей жатқан сақылдысың, как будто әлеуметтік желіде сен қарап отырған адам керемет сақылды болып көрінеді да. Керемет жетістікке жетіп жатыр, әкесіне машина алып беріп жатыр, анасына бір нәрсе сыйлықтар, брендовый сыйлықтар сыйлап жатыр, ал сен оны жасап жатқан жоқсың да. Сол себепті сен өзіңді жек көре бастайсың. Мен ешқандай еткен жоқпын, мен ештеңке жасаған жоқпын, сенде чувство вины пайда болады. Ештеңкені жасамадым, ақша көп таппадым деген сияқты өзіңді жек көру сезімдері ояна бастайды. Жалпы адам автоматизированный робот сияқты. Біз жаңағыда бессознательно болады, ол бейсаналы түрде, біз оны даже не замечаем, что біз күні кешке шейін ойдың ішінде жүреміз. Біз мына здесь и сейчас өмір сүрмейміз. Здесь и сейчас дегеніміз не? Жалпы ол дегеніміз мына өзіңнің мына сыртқы әлем, қазір мен сыртқы әлем, мысалға осы жерде отырмын, ал ішкі әлем деген бар. Адамда ішкі әлем бар. Ішіндегі әлем, сенің бессознательный программалар бар. Ішінде сенің бессознательный программалар бар да, сен ол программалардың бар екенін де білмейсің. Содан кейін жаңағы адам өзін тани бастаған кезде, өзін наблюдать етіп, өзінің не сезініп отырғанын, не ойлап отырғанын жаңағыдай тани бастаған кезде, немесе мысалға маған консультацияға келеді көп адамдар жаңағыдай өзінің, мысалға сюцай ғылым бойынша, цифровая психология бойынша, жалпы общий нумерология бар, барлығы общий мысалға алған кезде консультация, ол жерде адам өзінің минусын, плюсын барлығын біледі ғой, миссиясын, предназначениясын. Туған күн бойынша адамның барлығы жаңағыдай бүкіл қабілеттері, бүкіл потенциалы, бүкіл минусы, бүкіл плюсы, бүкіл теневая сторонасы барлығы айтылады, бірақ соны да қабылдай алмайтын адамдар болады. Адам жалпы мен осындай екен, менің осындай жерім дұрыс емес, ешқандай жұмыс жасамаймын, мен постоянно шаршап жүремін, мен постоянно апатияда жүремін, ешқандай жұмыс бітірген жоқпын деп өзін жек көре бастайды. Енді кез келген санасанның жалпы өзінің минусы болады, өзінің плюсы болады. Оны адам қабылдау керек. Одан бөлек жаңағы ішкі әлем бар. Жаңа айтып кеткен ішкі әлем. Ішкі әлемге адам үңілген кезде өзінің қандай программадан тұратынын біледі. Кейбір адамдар былай болады. Кейбір адамдарда сен ақша көп таппай жатырсың деген программа болады. Кейбір адамдарда жаңағыдай қызғаныштың программасы болады. Кейбір адамдарда реніштің программасы болады, постоянно ренжи береді. Осындай әртүрлі адамда программалар болады. Ол бессознательно болады. Ол программалар адамға телосына кәдімгідей жазылып қалғанда, именно сол адам бұл менмін деп ойлайды. На самом деле это программа. На самом деле это бессознательная программа. Сол программаларды адамдар көре бастаған кезде өздерін жек көре бастайды. Мен неге сондаймын деп, Вот сен өзіңді жақсы көру деген осы бүкіл сенің программаңмен өзіңді жақсы көру. Өзіңнің теневая сторонды қабылдау. Сондай-ақ жаңағыдай біреумен өзіңді салыстырмай, өзің қалай барсың солай қабылдау. Сен
біреумен өзіңді салыстырған кезде сен өзіңді құнсыздандырасың, өзіңді түсіресің. Сондықтан басқа адамды көтеріп өзіңді төмендету ол дұрыс емес. Ол жерде любовь к себе деген жоқ, яғни өзіңді сүю деген нәрсе жоқ ол жерде. Сен өзіңді сүю деген ол сен қалай барсың солай өзіңді қабылдау. Сен нәтижең бар ма, нәтижең жоқ па, сонда да өзіңді жақсы көру. Сен ақша тауып жатсың ба, таппай жатсың ба, сонда да өзіңді жақсы көру. Сенің телаң өзіңе ұнамай ма, жаңағыдай семізсің ба, семіз емессің ба, өзіңді жақсы көру. Қалай барсың солай жақсы көру. Вот осыны өзіңді жақсы көру деп айтады. Және де өзіңді жақсы көру, кейбір адамдар ойлайды, мен жаңағыдай бренд киім алсам, керемет боянсам, керемет күшті өзіме уходтар алып, өзімді әдемілеп жүрсем, тоже өзімді жақсы көремін деп. Бірақ ондай адамдар да өздерін жақсы көрмейтін кездер болады. Потому что ол енді жай былай бер жағы деп айтуға болады да, өзіңді жақсы көруге. Енді, конечно, адам өзін жақсы көретін адам өзін ценить етеді, ол соған қатысты. Өзін ценить етеді, өзін құнды санайды, өзін соған лайықты санайды, өзін сондай бренд киім киюге лайықты санайды. Ал өзін жақсы көрмейтін адам даже соны маған лайықтымын ба, лайықты емеспін бе деп отырады. Өзінен аяйды. Вот басқа адамдардың барлығына аямайды, ал тек өзіне келген кезде аяйды. Сонымен қатар өзіңді жақсы көру ол өзіңе инвестиция жасау. Мысалға, өзіңнің телаңа қамқорлық жасау. Өзіңе жаңағы телаға қамқорлық жасаған кезде жаңағыдай фитнесқа баруға болады, немесе фитнесқа баратын жағдай болмаса, хотя бы үйде өзіңнің телаңа кәдімгідей тренировка жасау, растяжка жасау, как минимум растяжка жасау. Одан кейін жаңағыдай йога бар, енді көп қой, ютубта өте көп видеолар бар, өзіңнің телаңмен айналыссаң болады. Бетіңе массаж жасау, ол да өзіңді жақсы көру. Бетіңе, құлағыңа, даже шашыңа, басыңа даже массаж жасау, оның барлығы өзіңді сүюдің алғы шарттары деп айтсақ болады. Сонымен қатар жаңағыдай телаға қамқорлық жасағаннан бөлек, екіншіден инвестиция жасаған кезде өзіңнің миыңа инвестиция жасау, то есть миды постоянно тренировать етіп отыру керек. Өйткені біздің миымыз ол жаңағыдай жалқауда, ол ешқандай оқығысы келмейді, ештеңені білгісі келмейді, жатқысы келеді, кайфовать еткісі келеді да, былайша айтқанда. Өйткені біздің программа ума ол бізде 4 түрлі аспекттен тұрады. Ол жерде эго, память, наслаждение и тонкий интеллект. Көбінесе бізді эго басқарады. Эго бізге бүйтпей қой, сөйтпей қой, бізді қорғағысы келеді эго. Жаңа нәрселерден, особенно жаңа нәрселерден қорғағысы келеді. Сондықтан біз эгоны тыңдаймыз да, миымыздағы дауысты тыңдаймыз да, жасамаймын деп білім алуға да қорқады, көп адамдар. Білім, мысалға, миыңа инвестиция ол білім алу. Жалпы әйел адам білімді болған кезде, білімді анадан білімді бала туады. Сондықтан әйел адамдар всегда білім алу керек. Не только әйел адам, жалпы барлық адамдар білім алған дұрыс. Себебі жол бесіктен жер бесікке дейін деген сондай бар ғой. Сондай сол себептен әрдайым сананы дамытып, сананы кеңейтіп білім алып отыру керек. Бұның барлығы сенің миыңа жасаған қамқорлығын және денеңе жасаған қамқорлығын, бұл сені өзіңді сүюге жатады. Көп адам енді жетістікке жеткісі келеді. Бір жетістік дегеніміз не жалпы? Жетістік деп адамдардың көбі ойлайды, мен бір машинам болса, менің үйім болса, бай болсам, ақшам көп болса, сол жетістік деп ойлайды. Но на самом деле жаңағыдай үйдегі заттарды көрмейді. Көпшілік адам қазіргі барына шүкір айтпайды. Мысалға, ол ана, күнделікті баласын емізіп жүрген ана, соған да шүкір айтпайды. Одан кейін жаңағыдай балалар аман есен, ақылды, грамота алып жатыр, өте олимпиадаларға қатысып білімдерін көрсетіп жатыр, оған да шүкір айту керек деген сияқты. Жоқ, тек қана ақшаға, тек қана байлыққа зацикливаться етуге болмайды. Енді адам, например, байлыққа, ақшаға зациклить етеді ғой, сол кезде сен қай жерде зациклен боласың, қай жерде, сол жерде сананың бұғаулануы болады. Яғни сен бір жерге зациклить еткен кезде сенде прана энергиясы жүрмейді.
біздің денемізде прана энергиясы жүру керек. Энергия бізде еркін түрде ағу керек. Сол кезде ғана сен бір какой-то жетістіктерге, қалаған армандарыңа дейін, қалаған мақсаттарыңа жете аласың. Ал сен когда зациклен болған кезде, мысалға айтайық, ақшаға зациклен болатын болсаң, ол керісінше сен ол ақшаға жете алмайсың. Сондықтан қатты зациклироваться етпеңіздер бір нәрсеге. Адам өзінің ішіне үңілген кезде, ішкі әлеміне үңілген кезде, өзінің жаңағыдай теневая сторонасын көре бастайды. Сол кезде адам өзін жек көріп кетеді. Ондай состояние менде де болған. Осы биылғы жылы болды. Мен жаңағыдай өзіме ішіме үңіле бастадым. Бір ішкі состоянием дұрыс болмады да, ішіме үңіле бастаған кезде мен өзімнің программаларымды көре бастадым. Программаны жалпы өзіңде ішкі состоянияңды көру үшін, ішкі әлеміңді көру үшін, программаларыңды көру үшін не істеу керек жалпы? Ол үшін өзің наблюдатель болу керексің. Өзіңді наблюдать етесің. Жаңағыда будильник қойып қойсаң болады. Күнде мен не ойлап отырмын? Дәл қазір мен не ойлап отырмын? Дәл қазір мен не сезініп отырмын? Деп сұрақты қоя берсеңіздер, со стороны как будто өзіңізден бір ажырап, өзіңізден ашырап, өзіңізге со стороны қарап тұрған сияқты қарап наблюдать еткен кезде сіз өзіңіздің ішіңізді көресіз. Өзіңіздің бессознательный программаларыңызды көресіз. Сізде сондай программа бар екен. Менде қандай программа болды? Менде, например, мен ақша таппай жатырмын деген программа. Неге сен ақша таппайсың? Неге жата бересің? Неге жалқаусың деген секілді өзіме постоянно ұрсатымын. Вот өзімді бір моментте мен өзімнің ішіме үңілген кезде мен өте сондай суетливая екенімді көрдім. Суетливая дегеніміз асығады бір нәрсеге қол жеткісі келеді, асығады. Сондықтан асыққан шайтанның ісі дейді ғой. Сол себептен көп сол асыққанның кесірінен көптеген өзіме басыма проблемалар туындатып алғам. Соның барлығы осы суетливостьтің арқасында екенін білдім. Ол бір жағынан енді миссия 4, менде миссия 4-мін ғой. Бір жағынан мен өзімнің бессознательный программаларымды көрмеген. Себебі мен өзім санасам 4, санасам 4-тер кішкене отлетевшие дейді ғой, кішкене космостан келген адамдар. Яғни в мыслях менің басым әрдайым энергияның барлығы менің басымда да. Денемде онша энергия болмайды, төрттіктерде. Именно басымда энергия көп, сол себептен менің басымда миллион ойлар бар. Сол ойлардың ішінде мекендеймін. Көбінесе сол ойларға кетіп қалам. Былай адам негізі былай присутствовать ету керек екен. Здесь и сейчас дегеніміз ол присутствовать. То есть присутствовать дегеніміз сен қазір дәл сәтте, осы қазір сәтте жаңағыдай дем алғаныңды барлығын сезіп тұрасың. Каждый движениеңді, каждый былай қойғаныңды, каждый аяғыңды басқаныңды, соны барлығын сезіп тұру, ол присутствовать. Бірақ көбінесе адамдардың барлығы полностью деп айтайын, здесь и сейчас өмір сүрмейді. Барлық адам либо прошлыйда, либо будущийда алаңдап отырады. Мысалға, былай ғой, бір нәрсе жасағың келеді, бірақ сенің прошлыйға өтіп, прошлыйды ойлайсың, миың саған автоматын прошлыйды көрсетеді, сен у тебя в прошлом не получилось, осылай деген секілді шектеу қояды саған. Содан сен ойланып қаласың да, жасамай қаласың. Либо у тебя будет, либо сенде жаңағыдай болашақтан қорқу болады. А вдруг у меня не получится деген секілді. Вот сонымен сен алдыға жылжи алмайсың. Постоянно сондай состояниеда. Ол мен осы программаны көр алдым. Сіздер де өздеріңіз бақылап, сол программаны көр алыңыздар. Бұл вообще негізі бұл программа туралы не үшін айтып отырмын? Себебі адам өзінің бірінші программаларын көрген кезде, өзін таныған кезде, жаңағыдай өзінің барлық минустарын, теневая сторонасын көрген кезде өзін жек көріп кетеді. Сол үшін айтып отырмын. Өйткені менің басымнан да өтті, мен өзімді сондай бір моментте жек көріп кеттім да. Блин, сен ничего не делаешь, сен елдің бәрі бүйтіп жатыр, елдің бәрі сөйтіп жатыр, сен только не работаешь деген сияқты. На самом деле, я 3 жылдан бері білім алып жатырмын, қаншама білім алып жатырмын. Күнделікті білім аламын. Мен вообще білім алмаған күнім жоқ та. Постоянно миымды тренировать етіп жатырмын. Бірақ оның бәрін мен обесценивать етіп тастағам. Оның бәрін құнсыздандырып, өзімді никто болып,
ешқандай бір жетістікке жетпеген адам құсатып өзімді жек көргем. Сол кезде мен өзіммен ішіме үңіліп бастаған кезде мен түсіндім, что менде өзімді сүю деген нәрсе жоқ. Өзімді мүлде сүюді ұмытып кеткенмін. Жаңағыдай ақшаға зациклен болғанмын, неге ақша таппайсың деп, соны ғана ойлағанмын. Барлық нәрсені, даже үйге де аса назар аудармағанмын. Біздің назарымыз қайда? Сол жер көбейеді ғой мысалға, иә. Ал мен жаңағыдай тек қана сол проблемаға назарымды аударғанмын, соны проблемамды көбейте бергенмін да, ал өзімді сүю дегенге мүлде назар аудармағанмын. Және де өзімнің внутренний, әр адамның ішінде өзінің внутренний ребеногы болады. Өзіңді медитация жасаған кезде, особенно внутренний ребенокты исцелять ету керек. Сол внутренний ребенокты исцелять ету үшін мен мантра медитация жасаған болатынмын. Сол медитацияда жаңағыдай өзім көрдім да, сол кішкентай баланы представлять ет деп айтады да. Өзіңнің кішкентай кезіңді сол жерде представлять етесің. Өзіңе елестетесің. Мен өзім кішкентай кезімдегі бірінші классқа барған кездегімді представлять еттім. Сол кездегі балаға мен қалай ұрысқанымды представлять еттім. Жаңағыдай, сен неге ақша таппайсың, сен неге бүйтпейсің, кеш ұрса бергем. Енді представьте, жаңағы кішкентай бала, ол ұрса бергенде арғада жылжи ма? Ол ешқандай жұмыс жасағысы келе ма? Әрине жасағысы келмейді. Оның уже духы түсіп қалды да, уже бір нәрсе жасауға зауқы жоқ уже. Мен осындай состояниеға дейін мен өзімді жеткіздім. Сондықтан да сіздерге осы теманы ашып айтқым келді. Осындай, өйткені менің басымнан өткен нәрсе сіздердің де бастарыңыздан өтіп жатуы мүмкін, сізге кішкене болсын көмегі тиюі мүмкін. Сол кезде мен айтайын дегенім, сол кезде өздеріңізді жек көрмеңіздер. Просто қабылдау керек. Просто этого маленького ребенка, сіздің ішіңіздегі, соны исцелять ету керек, соны жазу керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін сен өзіңнің енді минустарыңды көрдің, иә, жаңағы программаңды өзің көре бастаған кезде оны қабылдайсың. Иә, менде осындай программа бар екен, оказывается, менде бессознательный осындай программаларым бар екен. Енді мен осы программаларды, бұл программаларды жалпы бізге жаңағы қоғамнан келген. Кезінде біз ата-анамыздан ең бірінші очередь сен бүйтпе, сөйтпе деген сияқты әртүрлі программаларды бізге береді, установка, убежденияларды. Сол бізге программа болып жазылады. Одан кейін университет, жұмыс орны деген сияқты. Одан кейін ата-енеңнің үйіне барасың, ол жақта басқа адамдар, ол жақта басқа мышление. Соның барлығы саған әсер етеді. Қоғамның айтқаны, социумның айтқаны саған әсер етеді. И сен оны как сенің ойың сақылды ойлайсың. На самом деле ол сенің ойың да емес, ол сен де емессің. Ол просто бессознательно сен қабылдап алған программалар. Сол программаларды сен көрген кезде реально өзіңді жек көріп кетпе. Өзіңді қабылда. Иә, бұл мен емес, бұл менің программам. Және де мына біздің программа ума деген бар, миымыз, иә, миымыз. Сол бізге өте көп дауыстар, күні бойы дауыстар келеді. Сен сондайсың, сен мынандайсың деп бізді постоянно төмендетеді, иә. Сен оның дауысын тыңдама. Оның айтқанын бәрі наши мысли, это не мы, это просто мысли. Ол келіп кететін ойлар. Адамға жалпы күніне 60 000, 70 000 ойлар келеді. Оның барлығы рас деген сөз емес. Это даже сен емессің. Ой, ол бөлек, сен бөлек. Просто ой. Ол рас емес, ол ақиқат емес. Сондықтан да өздеріңізді төмендетпеңіздер, өздеріңіздің өмірлеріңізді, өздеріңізді құнды санаңыздар. Себебі әр адамда Алланың бір бөлшегі бар деп айтады. Сондықтан сіздің бұл өмірге келгеніңіздің өзі ол Алланың сүйіспеншілігімен келген тұлғасыз. Сондықтан өзіңізді төмендетпеңіздер. Және де өзіңізді енді бүгіннен бастап мақтау.
айтыңыз өзіңізге, мақтау айтыңыз, өзіңізді көтеріңіз. Жаңағы кішкентай ребенокты кешке шейін мақтау керек. Бір нәрсе жасады ма, ой, молодец. Ой, сен мынаны жасапсың, молодец. Сен мынаны жасапсың, молодец. Деген сияқты өзіңді өзің мақтап, өзіңді өзің көтермесең, сені ішің көтермейді. Және өзін сүймеген адамды басқа адамда сүю мүмкін емес, иә? Сондықтан да өздеріңізді сүйіңіздер. Өзің сүю деген өзіңді жетістігің болса да, болмаса да, нәтижең болса да, болмаса да, ақша тапсаң да, ақша таппасаң да, қалай барсың, солай қабылдау. Міне осыны дұрыстап түсініп алсаңыздар, бәрі жақсы болады. Өйткені мына өзіңді сүю не үшін керек жалпы? Өзіңді не үшін сүю керек деген сұрақ болатын болса, барлық нәрсе осы, барлық нәрсенің түп тамыры осы өзіңді сүюде жатыр. Көп ақша тапқың келе ма? Өзіңді сүйе білуің керексің. Оған лайықты санау керексің. Өзін сүймеген адам үлкен ақша да таба алмайды. Өзін сүймеген адам отбасында да бақытты бола алмайды. Ол мен лайықсызбын деп ойлайды. Ол барлық адамдарға жақсы келеді. Барлық адамдарға стоп деп айта алмайды. Оның жоқ деп айта алмайды. Өзіне ұнамайтын адамдармен араласады. Өзіне ұнамайтын сөздерді естісе де иә деп отыра береді. Сонымен қатар өзіңді сүймеу бұл басқа адамдардың мнениясына тәуелді болу. Бұл да өзіңді сүймеуге жатады. Сондай-ақ өзіңді откладывать ете беру. Басқа адамдарға иә дейсің, бірақ өзіне келгенде барлық нәрсені сосын кейін деп откладывать ете беру, иә? Өзіңнің өміріңді откладывать ете беру. Басқаның өмірін өзіңнен выше қою, иә? Жоғары санау. Ол да өзіңді сүймеу. Және өзіңе берген уәдені орындамау. Өзің мысалға, мен бір жұмысты бастаймын, до конца бітіремін дейсің де, ертең жасаймын дейсің де, ертең жасамайсың. Бүрсігүн жасаймын дейсің де, бүрсігүн жасамайсың. Өзіне көп уәде бересің, бірақ оны жасамайсың. Өзіңе келген кезде, мысалға, сен жаңағы тренировкаға барам дедің, тренировкаға барам, все теломмен айналсам, өзіме қараймын дейсің де, бірақ оны жасамайсың. Потому что үйдегі бала шағаның қамын ойлайсың. Мен жоқта олар не істейді? Мен жоқта кезде бір нәрсе болып қалса не істеймін деп өзіңді вечно откладывать ете беру, кейінге қалдыру, бұл өзіңді сату, иә? Өзіңді сату, өзіңді кейінге қалдыру, бұл да не любовь к себе. Өзіңді бірінші орынға қой, здравый эгоизм болу керек, конечно, өзің кішкене граница, шекара қоя білу, бірақ шекара қойған кезде все, мен өзімнің границамды қойдым, сенімен араласпаймын деу емес, конечно же. Өзіңді адекватно түрде шекараңды қоя алу, жоқ дейтін жерде жоқ деп айта алу, бұл да өзіңді сүюге жатады. Сонда қыздар екен, өздеріңізді сүйіңіздер, прежде өздеріңізді бірінші орынға қойыңыздар, өздеріңізді сүйіңіздер. Сол кезде сізде барлығы жақсы болады. Келесі видео өте қызықты, өзіңді тану жайлы болады. Сау болыңыздар.